السلام عليكم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. जंग मोता की मज़ीद तफसील इस तरह बयान हुई है। हज़रत औफ बिन मालिक Мута шайқасы туралы тағы мәлімет келесідей баяндалған. Хазіреті Ауф ибн Малик әл-Ашжағи радиаллаху анху баяндайды. Мен Хазіреті Зайд ибн Харисамен бірге жорыққа шыққандармен бірге болдым. Маған Йемен тұрғындарының бірі кездесті. Оның қолында тек қылыш қана болды. Бір мұсылман түйе сойды. Әлгі адам одан біраз тері сұрағанда ол оған берді. Әлгі кісі теріні қалқан етіп жасап алды. Содан кейін олар айтады: біз жолға шықтық және Рим әскерімен кездестік. Олардың арасында қоңыр түсті атқа мінген бір адам болды. Онда алтын түсті ер-тоқым мен қару-жарақ бар еді. Әлгі Рим жауынгері мұсылмандарды жекпе-жекке шақырды. Йемендік адам жартастың артынан оған қарай жақындады да жау атының аяқтарын шапты. Екеуі арасында шайқас болды. Римдік құлап қалды. Йемендік мұсылман қылышын алып, оның үстіне мініп өлтірді де аты мен қару-жарағын алды. Аллах Тағала мұсылмандарға жеңіс бергенде Хазіреті Халид ибн Валид радиаллаху анху оған хабар жіберді. Яғни Римдікті өлтірген адамға хабар жіберіп, одан біраз олжаны алды. Яғни жинаған олжаңды қайтар деді. Хазіреті Ауф айтады: мен Хазіреті Халидке бардым-да, сіз Аллах Тағаланың олжа туралы айтқан, үкім шығарғанын білесіз бе дедім. Халид ибн Валид радиаллаху анху жаңадан мұсылман болған еді. Сондықтан ол Аллахтың олжа туралы үкімін білмейтін шығар деп ойладым. Яғни дұшпанды өлтірген адам оның олжасын алады. Халид ибн Валид: иә, білемін. Бірақ ол алған олжа оған тиесілі болғаннан да көп еді деді. Мен оған бұл олжаны әлгі адамға қайтарыңыз. Әйтпесе мен мұны Аллахтың елшісіне саллаллаху алейхи вассалам айтамын дедім. Хазіреті Халид олжаны қайтарудан бас тартты. Хазіреті Ауф айтады: содан кейін біз Алла елшісінің саллаллаху алейхи вассалам алдына бардық. Мен оған әлгі адамның оқиғасын және де Хазірет Халидтің ұстанымын баяндадым. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Хазірет Халидтен: сен не істедің деп сұрады. Ол: мен оны көп мүлік деп ойладым, сондықтан оның бір бөлігін алдым деп жауап берді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам: сен одан алған нәрсеңді қайтар деді. Хазіреті Ауф айтады: мен Халидке: енді одан ал. Қалай аласың? Қайтар. Алла елшісі саллаллаху алейхи вассалам шешім шығарды. Мен саған мұны қайтар деп айтпап едім дедім. Хазіреті Ауф Хазіреті Халидке осылай айтқанда Алла елшісі саллаллаху алейхи вассалам естіп қойды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам не болды деп сұрады. Мен барлық оқиғаны қайта айтып бердім. Бұрын толық айтпаған едім, енді мен оған мұны қайтар деп айтқанмын, бірақ ол қайтармады дедім. Бұған Алла елшісі саллаллаху алейхи вассалам ашуланды да: Халид, оған барлық нәрсені қайтарма деді. Алдында қайтар деген еді, енді қайтарма деп жатыр. Содан кейін Алла елшісі саллаллаху алейхи вассалам тәрбие үшін: сендер менің әмірлерімді осындай жағдайға қалдырғыларың келе ме? Сендер үшін мәселенің таза бөлігі болсын да, лас жағы оларға қалсын ба? Бір адам әмір болғанда, сендер оның шешімі дұрыс деп айтасыңдар. Оның тазалығы сендерге тиесілі. Ал оның жаман жағы әмірлерге тиесілі болуы бұл үлкен қателік. Енді оны маған айтқандықтан бұрынғы бұйрығымды қайтарып алдым.
және Халид дұрыс істеді деді. Бұл жерде әмірдің беделін сақтау керек болды. Сондықтан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам, сен әмірді кінәлап, ол бұрын қателік жасады деп айтып тұрсың деді. Сондықтан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзінің алғашқы шешімін қайтарып алды. हज़रत जाबर से रिवायत है कि ग़ज़वा मोता में बाज़ मुसलमान शहीद हो गए। मुसलमानों को मुशरिकीन का कुछ हिस्सा बतौर माल गनीमत मिला। Hazreti Jabirдің радиаллаху анху риуаяты бойынша Мута шайқасында кейбір мұсылмандар шәһид болды. Мұсылмандар көп құдайшылдардан олжа алды. Бұл олжаның ішінде бір жүзік те болды. Бір адам оны пайғамбарымызға саллаллаху алейхи уассалам ұсынды. Мен оған, ол жүзікті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам маған сыйлады дедім. Хазіреті Хузейма ибн Сәбит радиаллаху анху: мен Мута шайқасына қатыстым. Римдіктердің бірі мені жекпе-жекке шақырды. Мен оны жеңдім. Оның дулығасында жақұттар болды. Менің мақсатым сол жақұттар еді. Мен оларды алдым. Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам алдына барғанда мен оған жақұттарды ұсындым. Ол саллаллаху алейхи уассалам оларды маған сыйлады. Мен Хазіреті Османның радиаллаху анху кезеңінде оларды 1000 динарға саттым. Оны мен бір құрма бағын сатып алдым деп баяндайды. अल्लामा इब्न कसीर लिखते हैं कि इन रवायात से आया होता है कि मुसलमानों ने माल गनीमत भी हासिल किया था। Ғұлама ибн Кәсир бұл риуаяттардан көрініп тұрғандай, мұсылмандар олжа да алған, тек жеңіліс тапқан жоқ. Олжа алған және жеңіліс туралы ешқандай сұрақ болған жоқ. Бұл тек бір әскери айла болды. Соған байланысты олар кері қайтты. Олар дұшпанның басшыларынан олжаны тартып алды және олардың әмірлерін өлтірді деп жазады. Хазіреті Халид ибн Валид радиаллаху анху: Мута күні менің қолымда 9 қылыш сынды және тек бір еменді кең қылыш қана қалды деп баяндайды. Ғұлама Мұхаммед ибн Юсуф бұл риуаяттан белгілі болғандай, мұсылмандар көп құдайшылдарды айқын жеңді. Әйтпесе олар көп құдайшылдардан құтыла алмас еді. Мұсылмандардың саны 3000 болса, көп құдайшылардың саны 200 000-нан астам болды. Бұл мұсылмандардың артықшылығының жалғыз дәлелі. Аллах жақсы біледі дейді. Ибн Исхақ риуаят етеді. Хазіреті Хутба ибн Қатада радиаллаху анху оң жақтағы мұсылман әскерінің басшысы болды. Ол Малик ибн Рафилаға шабуыл жасады. Ол христиан бадауилерінің әмірі еді. Оны өлтірді. Хазіреті Хутба радиаллаху анху осыған мақтанып, араб өлеңдерінде: мен Рафила ибн Араштың ұлына найзаны оның ішіне терең кіретіндей етіп салдым. Содан кейін найза сынды. Оның мойнына қатты соққы бергенде ол сәлім ағашының, яғни тікенді ағаш бұтағы сияқты иілді. Біз оның немере ағаларының әйелдерін малдардай дағандай алдымызға салып айдадық деді. Хазіреті Асма бинт Умейс радиаллаху анха баяндайды. Хазіреті Джафар радиаллаху анху және оның серіктері шәһид болған күні пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам біздің үйге келді. Ол: маған Джафардың ұлдарын әкеліңдер деді. Мен оларды оған алып келдім. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам оларды өзіне жақындатты. Оның көздерінен жас ағып тұрды. Мен: уа Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам, ата-анам сізге құрбан болсын, неге жылап тұрсыз? Сізге Хазіреті Джафар және оның серіктері туралы хабар келді ме дедім. Ол саллаллаху алейхи уассалам: иә, бүгін олардың бастарына шәһидтік тәж киілді деді. Мен тұрып жылай бастадым. Әйелдер менің жаныма жиналды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өз отбасына кетті. Ол: Джафардың отбасын ұмытпаңдар, оларға тамақ дайындаңдар. Бүгінгі күйеуінің қазасы оларды мазасыздандырып тұр деді. Яғни адамдарға бүгін олардың үйіне тамақ жіберуді тапсырды. Хазіреті Анас радиаллаху анху риуаят етеді.
Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзінің мінберіне шығып, Хазіреті Зайд, Хазіреті Джафар және Ибн Раваханың шәһид болғаны туралы хабар берді. Олар сол күні шәһид болған еді. Алайда сырт жақтан олардың шәһид болу туралы хабар әлі келмеген еді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Хазіреті Зайд ислам туын көтерді және ол шәһид болды. Содан кейін Хазіреті Джафар ислам туын көтерді. Ол да шәһид болды. Содан кейін Хазіреті Абдулла ислам туын ұстады. Ол да шәһид болды деді. Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам көздерінен жас ағып тұрып, соңында ислам туын Аллах Тағаланың қылыштарының бірі алды. Аллах Тағала мұсылмандарға жеңіс берді деді. Бір риуаятта былай делінеді. Хазіреті Яла ибн Умайя радиаллаху анху Мута халқының хабарын алып, Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам алдына келді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам: егер қаласаң, маған айт, не мен саған олар туралы айтайын. Аллах Тағала маған да хабар берді дегенде ол: уа Алланың елшісі саллаллаху алейхи уассалам, сіз айтыңыз деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам оған барлық оқиғаны айтып берді. Ол: сізді ақиқатпен жіберген Алланың атымен ант етемін. Сіз саллаллаху алейхи уассалам бұл оқиғалардан бірде-бір сөз қалдырмадыңыз деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам: Алла мен үшін жерді көтерді. Тіпті мен олардың шайқас алаңын көрдім. Мен оларды түсімде көрдім. Олар алтын төсектерде еді. Хазіреті Абдулла ибн Раваханың төсегін көрдім. Оның төсегінде сәл қисықтық болды. Мен: мұның себебі неде деп сұрадым. Маған: бұл екеуі тура жолмен жүрді, бірақ Абдулла біраз тартынды, содан кейін алға жүрді деді. Оның тартынуы туралы өткен хұтпада ол өзі: алдымен менде соғыспау туралы ой болды дегені айтылған еді. Бір риуаятта Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам: Джафар, Зайд және Ибн Раваха менің алдыма әкелінді. Олар інжуден жасалған шатырда болды. Мен Хазіреті Зайд пен Хазіреті Ибн Раваханы көрдім. Олардың мойындарында иілгендік бар еді. Бірақ Хазіреті Джафар тік тұрды. Онда иілгендік болмады. Маған: оларға өлім келгенде олар оған қарсылық көрсетті, яғни одан бас тартты. Бірақ Хазіреті Джафар олай істемеді делінді. Аллах Тағала оған қолдарының орнына 2 қанат берді. Ол солардың көмегімен жәннатта қалаған жеріне барады деді. Бір риуаятта былай делінеді. Хазіреті Абдулла ибн Омар радиаллаху анху Хазіреті Джафардың ұлы Абдуллахқа сәлем берсе: ассаламу алейка я ибн зил джанахейн, яғни уа 2 қанатты адамның ұлы, саған сәлем болсын дейтін. Хазіреті уәделенген реформатор радиаллаху анху бір түсіндірмесінде кейбір мәселелерді баяндай отырып былай дейді. Күрделі мәселелерді кейбір адамдар түсінеді, ал кейбіреулері түсінбейді. Сондықтан хабардар адамдар басқаларға ол мәселелерді түсіндіруі қажет. Мейлі ол адамдар өздері ойланбағандықтан түсінбейді ме, әлде олардың жүрегі қандай да бір күнә себебінен Аллах Тағаланың рақымын қабылдауға дайын емес пе? Бұл күрделі тақырыптар әдетте 2 түрлі болады. Бірі ғылыми тақырыптар, олар нәзік философияға негізделген. Мысалы, таухид. Оның белгілі бір бөлігін әрбір адам түсіне алады. Құдай біреу, бірақ одан әрі бұл сопылық нәзіктіктер адамның әрбір іс-әрекетіне Аллах Тағаланың таухидінің қалай әсер ететіні туралы мұны түсіну үшін бір ғарифтің, яғни танушының көмегі қажет болады. Бұл мәселелерді басқаға түсіндіру үшін бір ғалым керек. Әрбір адам бұл нәзіктіктерді шығара алмайды, бірақ Құран кәрімнің басқа құдайды мойындамайтын түсіне алады. Аллах Тағала Құран кәрімде Құдай біреу деп айтады. Екіншіден, бұл қиындықтар ғылымы емес, бірақ кеңеу және метафоралық тілде баяндалған тақырыптарға қатысты туындайды. Бұлар ғылыми мәселелер емес, кейбір маңызды сөз тіркестерді адамдар түсіне алмайды. Ал егер оларды түсіндіретін болса, кейбіреулер оның мағынасын қарама-қарсы түсініп алады.
Хазіреті уәделенген реформатор айтады. Қарапайым адамдар бұл тілді білмегендіктен оның шындыққа негізделмеген мағынасын түсінеді. Мысалы, пайғамбарымыз Мұхаммедтің саллаллаху алейхи уассалам уақытында бір оқиға орын алды. Шам соғысында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Хазіреті Зайд ибн Харисаны әскер бас етіп жіберді де, егер Зайд қаза тапса, Джафар ибн Абу Талиб басқаруды қолға алады. Ал егер Джафар қаза тапса, Абдулла ибн Рауаха басқаруды қолға алады деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтқандай, бәрі солай болды. Хазіреті Зайд, Хазіреті Джафар және Хазіреті Абдулла үшеуі де шахид болды. Ал Хазіреті Халид ибн Валид әскерді өз басқаруына алып, оны аман есен кері алып келді. Бұл хабар Мәдинаға жеткенде күйеулері қаза тапқан әйелдер, немесе осы соғыста қаза тапқан балалары бар ата-аналар шариғат рұқсат еткен шекте жылай бастады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам қайғысын білдіру үшін әйелдердің жиналып жылауы үшін емес, Джафар үшін жылаушы жоқ деді. Ол пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам туысқан еді. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам қайғысын білдірді. Хазіреті уәделенген реформатор айтады, менің пікірімше бұл сөйлемнің оның Джафар үшін біреу жыласын деген ойы мүлдем болған жоқ. Керісінше ол біздің бауырымыз да соғыста қаза тапты. Біз жыламағанда сендер де сабыр етулерің керек дегісі келді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам осыны түсіндіргісі келді. Өйткені Хазіреті Джафардың туыстары не пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам, не Хазірет Әлилер сондай дәрежелі адамдар еді. Олардан жоқтау дауысы шыға алмайтын еді. Не пайғамбарымыздан саллаллаху алейхи уассалам, не Хазірет Әлиден жоқтау дауысы шыға алмас еді. Олар дұрыс түсінікке ие болды. Сондықтан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам, менің бауырым Джафар да қаза тапты, бірақ мен жыламаймын деген ойын білдіру үшін Джафар үшін жылаушы жоқ деді. Ансарлар мұны естігенде, олар пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам әрбір сөзін орындауға құштар болғандықтан, өз үйлеріне барып, әйелдеріне, мұнда жылауды қойыңдар да Джафардың үйіне барып жылаңдар деді. Сөйтіп барлық әйелдер Хазіреті Джафардың үйіне жиналып, қайғылы жоқтау даусын шығара бастады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бұл дауысты естігенде не болды деп сұрады. Ансарлар, уа Алланың елшісі саллаллаху алейхи уассалам, сіз Джафар үшін жылаушы жоқ дедіңіз, сондықтан біз әйелдерімізді Хазіреті Джафардың үйіне жібердік, олар жылап жатыр деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам, менің ойым бұл емес еді, барыңдар, оларды тоқтатыңдар, менің ойым біз жыламадық, сендер де сабыр етіңдер деген еді деді. Содан бір адам барып, оларға тыйым салды. Олар, сен бізді тоқтататын кім едің деді. Олар әлгі адамға, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бүгін қайғырып, Джафар үшін жылаушы жоқ деді, ал сен бізге тыйым салып тұрсың деді. Ол бұл жауапты естіп қайтадан пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам алдына барды. Өйткені кейбір адамдар басқалардың кішкентай сөздерін жеткізуді ұнатады. Хазіреті уәделенген реформатор айтады, олар бұлай дегенде ол дереу пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам алдына барып, олар менің сөзімді тыңдамайды деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам олардың бастарына топырақ шаш деді. Бұл астарлы мағынадағы сөз еді. Оның мағынасы, оларды қоя сал, ештеңе айтпа, олар өздері жылап сықтап тынышталады деген еді. Бірақ ол мұны түсінбеді. Ол орамалына топырақ салып, әйелдердің бастарына шаша бастады. Олар оған, жынды, не істеп жатырсың деді. Ол, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам топырақ шаш деді, сондықтан мен міндетті түрде шашамын деді. Бұл бейнелі тіл еді. Ал ол оны сөзбе-сөз түсініп, іс жүзінде орындай бастады. Хазіреті Айша радиаллаху анха бұл жағдай туралы білгенде оны ұрсып, сен сөзді мүлдем түсінбедің. Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам ойы олар туралы айтуды қойып, өз халдерінде қалдыру еді. Олар өздері-ақ тыныштанар еді. Оның мағынасы сен топырақ шаша баста дегені емес еді, деді. Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам
Бұл сөзі метафора болса да, ол іс жүзінде топырақ шаша бастады. Кейде адамдар теңеуді түсінуге тырыспайды. Әлгі ер адам түсінбеді, өйткені оның ақылы жетпеді. Бірақ Хазіреті Айша радиаллаху анха оған түсіндірді. Кейде сөзбе-сөз мағынасын шындыққа қарама-қайшы келетіндей етіп түсініп, әңгіме мүлдем басқа жаққа кетеді. Бұл оқиға сахабалардың радиаллаху анхум пайғамбарымызға саллаллаху алейхи вассалам деген махаббатында көрсетеді. Оны Хазіреті уәделенген реформатор радиаллаху анху басқа бір жерде былай түсіндіреді. Сахабалар әйелдерін Хазіреті Жағфардың үйіне жылауға жібергенде, бұл оқиға сахабалардың жүрегінде пайғамбарымызға саллаллаху алейхи вассалам деген махаббатты көрсетеді. Бұл оларға пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам не қалайтыны туралы ойлануға мүмкіндік бермеді. Керісінше олар дереу әйелдеріне өз қайғыларыңды ұмытып, пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассалам қайғысына ортақтасыңдар деді. Бұдан сіз олардың жүрегінде пайғамбарымызға саллаллаху алейхи вассалам қандай махаббат болғанын түсіне аласыз. Олар Жағфардың үйінен жылаған дауыс естілмейді деген сөзді естігенде, олар өз туыстарының шәһид болуына жылағандары қате деп ойлады. Негізгі қайғы пайғамбарымызға саллаллаху алейхи вассалам жеткен қайғы деп санады. Хазіреті уәделенген реформатор радиаллаху анху айтады: сырттай қарағанда бұл кішкентай оқиға, бірақ сезімдерді білдіру үшін бұдан жақсы оқиғаларды табу қиын. Бұлар пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассалам алдында қызмет еткен адамдар еді. Олардың құрбандықтары әрбір сәт пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассалам көз алдында болатын. Және олар пайғамбарымызды саллаллаху алейхи вассалам сондай махаббатпен жақсы көретін. Оның теңдесі еш дүниелік қатынаста жоқ. Егер дүние тұрғысынан қарасақ, сезімдер тұрғысынан қарасақ, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бұл адамдардың ойларын бізге қарағанда көбірек құрметтеу керек еді. Және пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассалам бізге деген махаббаты аз болу керек еді. Яғни кейінгі кезең болған адамдарға әлдеқайда аз болу керек еді. Олар, яғни сахабалар, әрдайым махаббатын білдіріп тұратын, оның алдында болатын. Бірақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам былай дейді: Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам шексіз махаббатты, адами махаббатты шексіз болатындай шекте сендердің рухтарыңның төмендеуіне жол бермеуді қалады деді. Яғни ол сендердің рухтарыңның төмендеуіне жол бермеуді қалады. Яғни біздің осы заманның адамдарының рухында төмендетуге жол бермеді. Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассалам махаббаты орта үмметтің рухы төмендетілуін де қаламады. Сондықтан бір мәжілісте ол кейінгі адамдар туралы: менің бауырларым, менен кейін келетіндер, олар осындай болды деді. Сахабалар мұны естіп қызғанып, олар бауыр болды да біз болмадық па? Біз сізбен бірге тұрамыз. Бізді сіз бауыр деп атамадыңыз, ал кейінгі келетіндерді сіз бауыр деп атап тұрсыз деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам: сендер менің сахабаларымсыңдар, олар менің бауырларым. Сендерге мені көріп, менімен бірге діни қызмет етіп жатқан нығмет аз нығмет пе? Бұл сендерге берілген үлкен нығмет. Ал мені көрмейтін адамдар, кейін келетін адамдар туралы да бір сөз айтуыма рұқсат беріңдер. Олар туралы қандай сөз қолданайын? Олар да жұбаныш тапсын, және олардың рухы да жоғары болсын деді. Осылайша кейін келетіндердің рухын пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жоғары көтерді. Қараңыздар, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам рухтарыңызды қаншалықты көтерді. Ол: мен білмеймін, менің үмметімнің бірінші бөлігі жақсы ма, әлде соңғы бөлігі жақсы ма деді. Мута шахидтері туралы қосымша риуаяттар бар. Ғұлама Ибн Кәсир өзінің Бидая ва Нихая кітабында мута шахидтерін еске алғаннан кейін осы шахидтердің саны 12 болғанын жазады. Кейбір риуаяттарда шахидтердің саны одан да көп делінген. Бірақ әйтеуір бұл өте үлкен мұғжиза. Екі әскер бетпе-бет тұр. Бірі Алла жолында соғысып жатыр, біреуінің саны 3000, ал қарсылас екінші әскердің саны 200 000.
бірі 100 мың римдік және бірі 100 мың христиан. Олар бір-бірімен шайқасты. Сонда да мұсылмандардың тек 12 адамы шәһид болды, немесе өте аз адам шәһид болды. Ал мүшриктердің көп саны тозаққа жіберілді. Хазіреті Халид радиаллаху анхудың өзі: ол күні менің қолымда 9 қылыш сынды, тек бір еменді қылыш қана менің қолымда қалды дейді. Осыншама қылышпен қанша мүшриктер тозаққа жіберілген болуы керек. Мұсылмандардың Мәдинаға оралуы және пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассалам оларды қарсы алу туралы былай жазылған: мұсылмандар қайтар жолда бір қамалы бар елді мекеннің жанынан өтті. Барар кезде бұл жердің тұрғындары бір мұсылманды шәһид еткен болатын. Мұсылмандар оны қоршауға алды, тіпті оны жеңді. Хазіреті Халид оның басшыларын өлтірді. Мұсылмандар Мутадан оралғанда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам және сахабалар оларды қарсы алды. Олар оралғанда кейбір адамдар: бұлар неге шәһид болып оралмады? Бұл жеңіс емес қой деп қатты ашуланды. Кейбіреулер әскерге топырақ шаша бастады және: ей қашқындар, сендер Алла жолынан қашып кеттіңдер деп оларды кінәлады. Бұған пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам: бұлар қашқын емес, керісінше каррар, яғни қайта шабуыл жасаушылар деді. Хазіреті Абдулла ибн Омар радиаллаху анху баяндайды: мұсылмандар Мутадан оралғанда мен де қайтып келдім. Басқа риуаятта ол: біз ұятта болдық, өйткені біз қашу жолын таңдадық. Біздің ойымызша біз ол жерді тастап кеттік. Алайда жау өзі артқа чегінген еді. Мұсылмандар оларды қумады, керісінше олар бұл мүмкіндікті ұтымды деп санап кері оралды. Бұл жақсы әдіс болды, бірақ оны кейбіреулер қашу деп ойлады дейді. Ол: біз ұятта болдық, өйткені біз қашу жолын таңдадық. Біз егер Мәдинаға барсақ, бізді өлтіреді деп Мәдинаға түнде кіріп жасырындық дейді. Кейбіреулер сондай ұятта болды, олар түнде кіріп жасырынды, бірақ олар: әттең, біз пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассалам алдына барып кешірім сұрасақ, егер тәубеміз қабыл болса жақсы, болмаса кетеміз деді. Яғни олар қайтадан соғысқа дайындалып шығады, немесе сол жерден кетеді. Біз таң намазынан бұрын пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассалам алдына бардық. Ол: кім бұл деп сұрады. Біз қашу жолын таңдағандар деп жауап бердік. Біз ұятта болғандықтан сол жерден қашып келгендерміз дедік. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам: жоқ, сендер шабуыл жасаушылардансыңдар. Мен сендердің топтарыңнанмын, немесе мен әрбір мұсылманның тобынанмын деді. Осыдан кейін біз оның қолдарын сүйдік. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам оларға үлкен мейірім көрсетті. Кейін бір жорықтың баяны келеді. Бұл Хазіреті Амр ибн Ас жорығы деп аталады. Бұл жорық 8-ші хижраның Жұмада сәнейінде болды. Сондай-ақ бұл жорық 7-ші хижра жылы болды деп те айтылады. Ибн Исхақтан басқа барлығы бұл жорықтың Мута шайқасынан кейін болғанымен келіседі. Ал Мута шайқасы 8-ші хижра жылының Жұмада уласында болған еді. Бұл жорықтың себебі Алла елшісі саллаллаху алейхи вассалам Бәну Құзағаның бір тобы Мәдина аймағына шабуыл жасау үшін жиналып жатқаны туралы хабар алды. Бәну Құзаға қатаниялықтардың бір тайпасы. Олар Мәдинадан 10 күндік жерде Уади әл-Қурадан кейін тұратын еді. Бұл туралы қосымша былай баяндалады. Алла елшісі саллаллаху алейхи вассалам оларды басу үшін Хазірет Амр ибн Асты жіберді. Хазірет Амр ибн Ас Меккенің бір көсемі Ас ибн Уайлдің ұлы болатын. Ол 7-ші хижри жылы немесе басқа риуаят бойынша 8-ші хижри жылында ислам қабылдаған еді. Хазірет Амр айтады: Алла елшісі саллаллаху алейхи вассалам маған киімімді және қару-жарағымды алуым керек деп хабар жіберді және: уа Амр, мен сені бір жасаққа әмір етіп жібергім келеді. Алла саған соғыс олжасын да береді және сені қорғайды деді. Хазірет Амр: мен мал мүлік үшін исламды қабылдаған жоқпын дегенде, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам: жақсы адам үшін адал мал мүліктің болуы қандай жақсы,
сен қабылдаған жоқсың, бірақ Аллах Тағала берсе, бұл өте жақсы деді. Алла елшісі саллаллаху алейхи вассалам Хазіреті Амрдың басшылығымен мұхаджирлер мен ансарлардан құралған 300 адамдық жасақ дайындады. Олардың ішінде 30 салтатты болды. Ол Хазіреті Амр үшін ақ ту байлады және бір қара ту да берді. Алла елшісі саллаллаху алейхи вассалам Хазіреті Амрға насихат айтып, жол бойында Бану Балиғ, Узри, Балқиннен біреу олардың жанынан өтсе, оларды өзіне қосуға тырыссын деді. Хазіреті Амр соғыста ерекше шеберлікке ие еді және соғыс өнерін жақсы білетін. Алла елшісі саллаллаху алейхи вассалам оны соғыс шеберлігі үшін әмір етіп тағайындаған еді. Хазіреті Амрды осы жасаққа жіберудің тағы бір себебі оның әжесі Бану Балиғ тайпасынан болғандықтан, Бану Балиғпен жақсы қарым-қатынас орнату үшін ол жақсы дәнекер бола алатын еді. Ислам әскері жолға шықты. Олар түнде жүріп, күндіз жасырынады. Сөйтіп олар Джузам тайпасының аймағындағы Сәләсил атты бұлақтың жанына жетті. Осы бұлақтың атымен бұл жасақ Зат Сәләсил жасағы деп те аталады. Мәдинадан қосымша көмек сұрау туралы да айтылады. Бұлақтың жанына жеткенде мұсылмандар жаудың әскері өте үлкен екенін білді. Хазіреті Амр қосымша көмек сұрау үшін Хазіреті Рафи ибн Муқисты Алла елшісіне саллаллаху алейхи вассалам жіберді. Алла елшісі саллаллаху алейхи вассалам Хазіреті Абу Убайда ибн Жаррахқа ту дайындап, онымен бірге 200 мұхаджир мен ансардан құралған жасақты аттандырды. Хазіреті Абу Бәкір мен Хазіреті Омар да олардың ішінде болды. Алла елшісі саллаллаху алейхи вассалам Хазіреті Абу Убайданы жөнелткенде, жеткеннен кейін Хазіреті Амрмен бірігіп, бір әскер болыңдар және өзара келіспеушілік қылмаңдар деп насихаттады. Мұның мақсаты екеуі келісімде болып, өзара келіспеушілік болмасын және Хазіреті Амр бас қолбасшы болады деген еді. Мұның толық мәліметтерінде былай жазылған: бір жолы мұсылмандар суықтан қорғану үшін от жағуға қажет ағаш жинай бастаған, бірақ Хазіреті Амр оларға тыйым салды. Бір риуаятта Хазіреті Амр от жағуға тыйым салғанда Хазіреті Омар ашуланып, оған барғысы келді. Бірақ Хазіреті Абу Бәкір оны тоқтатып, Алла елшісі саллаллаху алейхи вассалам оны соғыс шеберлігі үшін әмір етіп тағайындады деп түсіндірді. Хазіреті Амр қайтып келгенде Алла елшісіне саллаллаху алейхи вассалам: мен от жағуды ұнатпадым. Өйткені дұшпан біздің аз санымызды көріп, қосымша көмек шақырып, бізге шабуыл жасауы мүмкін еді деді. Мұны естіген Алла елшісі саллаллаху алейхи вассалам оны мақтады. Әрі қарай былай деп жазылған: мұсылмандар сол жерден кетіп, дұшпан аймағына жетіп, оны жеңіп басымдыққа ие болды. Мұсылмандар дұшпанның жиналғаны туралы хабар алған жерге жеткенде, дұшпан мұсылмандар туралы естіп қашып кетті. Мұсылмандар оларды қуғанда дұшпанның шағын тобымен кездесті. Оларға шабуыл жасап, оларды жеңді. Қалғандары қашып кетті. Мұсылмандар бірнеше күн сол жерде қалды. Дұшпанның бір тобы күн сайын сол жаққа ат әскер жіберіп, олармен шайқасып, қой мен ешкі түйелерді олжалап қайтатын. Мұсылмандар Мәдинаға қайту үшін жолға шықты. Хазіреті Амр Ауф ибн Малик Әш-Жағиді Алла елшісіне саллаллаху алейхи вассалам олардың аман есен оралғаны және соғыс жағдайы туралы оған хабарлау үшін алдын ала жіберді. फिर सरिया है हज़रत अबू उबैदा बिन जराह। ये सरिया रजब 8 हिजरी में हुआ। हज़रत मिर्ज़ा बशीर अहमद साहब ने अपनी किताब के आखिर में मुजवज़ा अनावीन दर्ज किए हैं। इसके मुताबिक सरिया हज़रत अबू उबैदा रजब 8 हिजरी व मुताबिक келесі жорық Хазіреті Абу Убайда ибн Жарахтың жорығы. Бұл жорық хижраның 8 жылы Раджаб айында болды. Хазіреті Мирза Башир Ахмад сахиб өзінің кітабының соңында ұсынылған тақырыптарды жазған. Соған сәйкес
Хазіреті Абу Убайда жорығы хижраның 8-ші жылы Ражаб айында, 629 жылы қарашада болды деген. Бұл жорықтың басқа атаулары да бар. Бұл жорық Сифул Бахр жорығы және Хабд жорығы деп те аталады. Сифул Бахр теңіз жағалауы дегенді білдіреді. Бұл жорықта сахабалар Қызыл теңіз жағалауына барып тоқтағандықтан оны Сифул Бахр жорығы деп атайды. Оны Хабд жорығы, яғни жапырақ жеушілер жорығы деп атау себебі бұл жорық кезінде сахабалар ағаш жапырақтарын жеуге мәжбүр болған. Бұл жорықтың әмірі Хазіреті Абу Убайда ибн Жарах болды. Алла елшісі саллаллаху алейхи вассалам оны 300 мұхажир және ансар сахабадан тұратын әскермен Бану Джухайна тайпасының бір тармағына жіберді. Бұл әскерде Хазіреті Омар да болды. Бану Джухайна Қублия мекенінде қоныстанған еді. Қублия Мәдинадан 5 түндік жол қашықтықта, теңіз жағалауына жақын бір мекен. Бұл жорықтың мақсаты бұлай баяндалады. Құрайыштар Меккенің бір керуені астық алып теңіз жағалауы мен Шамнан Меккеге бара жатқанда, оларға Джухайна тайпасының бір бөлігінен шабуыл қаупі болды. Бұл Худайбия келісімінің кезі еді, және Джухайна пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассалам одақтасы болғандықтан, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам алдын ала сақтық шарасы ретінде Шамнан келе жатқан Құрайыш керуеніне шабуыл болмау үшін және Құрайышқа бейбітшілікті бұзу, келісімді бұзу сылтауы берілмеу үшін бір қорғаныс тобын оларға қарай жіберді. Олардың қорғанысы үшін, Құрайыш керуенінің қорғанысы үшін сол жерде орналасқан тайпа жолда оларға шабуыл жасамау керек. Өйткені Худайбия келісімі жасалған болатын және олардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету міндетті еді. Жаңа келісім шартты сақтау керек болғандықтан, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам олардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін Құрайыш керуені еш қиындықсыз өтіп кету үшін осы жерден 300 адамнан тұратын әскери топ жіберді. Бұдан көрінетіні, бұл сахабалар ешкіммен соғысу үшін бармаған, сондықтан 15 күннен астам уақыт тұрған кезде ешқандай шайқас туралы мәлімет жоқ. Бұл жорықтың жолға шығуы және азық-түліктің таусылуы туралы толық мәлімет мынадай. Хазіреті Джабир радиаллаху анху бұл жорық туралы былай дейді. Алла елшісі саллаллаху алейхи вассалам бізді жіберді. Біз 300 салт атты едік. Әміріміз Хазіреті Абу Убайда ибн Жарах болды. Біз жолға шығып, аз ғана жол жүргеннен кейін жол азығымыз таусылды. Хазіреті Абу Убайда, сендерде қандай азық-түлік бар болса, соны әкеліңдер деп барлық азықты жинауды бұйырды. Барлық азық жиналғанда ол 2 қап құрма болды. Хазіреті Абу Убайда бізге күн сайын аздап жеуге беретін. Хазіреті Абу Убайда бізге оны күн сайын аздап жеуге беретін. Сөйтіп, ол да таусылды. Содан кейін бізге бір құрма ғана берілді. Риуаятшы айтады, мен Хазіреті Джабирден бір құрма сіздің аштығыңызды қалай басатын еді деп сұрадым. Ол да болмағанда біз сол кезде бір құрманың жоқтығын сезіндік. Еш нәрсе қалмағанда бізге сол бір құрма да олжа болып көрінді деді. Бір риуаят бойынша Хазіреті Джабир радиаллаху анху біз күні бойы сол құрманы сорып, артынан су ішетінбіз. Бұл бізге кешке дейін жететін деді. Хазіреті Джабир радиаллаху анху баяндайды, біз Құрайыш саудагерлер керуенін қорғау үшін бақылауға отырдық. Теңіз жағалауында біз жарты ай тұрдық. Бізді қатты аштық жайлады, тіпті біз жапырақтар да жедік. Сондықтан бұл әскер Джайш әл-Хабд, жапырақ жеуші жасақ деп аталды. Тамақтың жоқтығынан біз қатты әлсіреп, ерніміз бен аузымыздың айналасы жараланды. Тіпті бір адам, егер осы жағдайда жаумен бетпе-бет келсек, біз ауыр жағдайға байланысты қозғала алмас едік, және ешқандай қарсыласу мүмкін емес еді деді. Тамақ үшін бір жерде түйелерді сою туралы да айтылады. Хазіреті Джабир радиаллаху анху баяндайды. Әскерде бір адамдардың тамақтануы үшін 3 күн бойы 3-3-тен түйе сойды. Содан кейін Хазіреті Абу Убайда оған тыйым салды. Сира кітабынан белгілі болғандай, бұл адам Хазіреті
Қайс ибн Сағд болды. Хазіреті Қайс ибн Сағд: кім маған бір түйе үшін құрма сатады, түйені мен осы жерде соямын, бірақ оның құнын Мәдинаға барғанда төлеймін деді. Яғни сахабалардың аш құрсақ халін көріп, мен түйе сатып алып, оны осы жерде сойып сендерге тамақ қып беремін деді. Хазіреті Омар сол жерде болып, бұл жігітке таңданамын, өзінде ештеңе жоқ, бірақ басқаның мүлкіне иелік етеді. Үйге барғанда қалай төлейді, оның өз бағы жоқ қой деді. Хазіреті Қайс Джухайна тайпасының бір адамымен кездесіп оған: маған түйе сат деді. Сол жердегі тайпадан ол түйе сатып алды. Мен оның құнын саған Мәдинада құрма түрінде төлеймін деді. Әлгі адам: мен сенің кім екеніңді білмеймін ғой деді. Хазіреті Қайс: мен Қайс ибн Сағд ибн Убадамын деді. Әлгі кісі: сен өз шежіреңмен маған соншалықты таныс болдың. Менімен Ясриб көсемі Сағд арасында достық бар деді. Бұған бірнеше мұхажир және ансар сахабалар куәгер болды. Хазіреті Омар куәгер болудан бас тартып: бұл мал мүлік оныкі емес, әкесінікі, құрма бақтары да әкесінікі, ол қайдан береді деді. Сөйтіп бұл әскер Мәдинаға оралғанда Хазіреті Сағд Хазіреті Қайстан: сахабалар аш құрсақ болғанда сен не істедің деп сұрағанда ол: мен түйе сойдым деді. Хазіреті Сағд: одан кейін не істедің деп сұрағанда Хазіреті Қайс: мен тағы түйе сойдым деді. Хазіреті Сағд: одан кейін не істедің деп сұрағанда Хазіреті Қайс: мен тағы түйе сойдым деді. Хазіреті Сағд: одан кейін не істедің деп сұрағанда Хазіреті Қайс: одан кейін маған тыйым салынды деді. Хазіреті Сағд: кім тыйым салды деп сұрағанда Хазіреті Қайс: Хазіреті Абу Убайда деді. Ол: неге тыйым салды деп сұрағанда Хазіреті Қайс: оның айтуынша менің мал мүлкім жоқ, бәрі әкемдікі деді. Бұған оның әкесі Хазіреті Сағд қуанып: мен саған 4 бақ беремін, олардың ішіндегі ең төменгі бақтан да 50 уасық құрма табылады деді. Бұл айтарлықтай көп мөлшер, бірнеше 100 килограмм. Хазіреті Сағд бір жазба жазып, Хазіреті Абу Убайда және басқаларды куәгер етіп қойды. Бәну Джухайна адамы да Хазіреті Қайспен бірге Мәдинаға келген еді. Хазіреті Сағд оған құрма беріп, көлік берді және шапан жапты. Хазіреті Джабер радиаллаху анху айтады: бұл Алла елшісіне саллаллаху алейхи уассалам жеткенде, ол жомарттық бұл отбасының табиғатында бар деді. सैयद ज़ैनुल-आबिदीन वलीउल्लाह शाह साहब इस वाक़े के मुतालिक लिखते हैं तशरीह में कि सहाबा कराम का शिद्दत भूख में गायद दर्जा सब्र से काम लेना और किसी काफ़िले या बस्ती से खुराक के लिए तारुज़ न करना दलील है कि ग़ज़वा मज़कूर का ताल्लुक़ किसी जंग से न था और ना उनके नफूस ज़किया चीरा दस्ती जायज़ समझते थे, यानी कि पाक नफ्स जो थे वो कोई ज़ुल्म और ज़बरदस्ती को जायज़ नहीं समझते थे। बहरहाल अल्लाह ताला ने भी यहाँ एक Хазіреті Саид Зайнул-Абидин Уәли-Аллах Шах бұл оқиға туралы түсіндірмесінде былай жазады: сахабалардың қатты аштық кезінде шексіз сабыр танытуы және тамақ үшін ешқандай керуенге немесе ауылға шабуыл жасамауы бұл жорықтың соғысқа қатысты болмағанын және олардың таза жандары зорлық-зомбылықты заңды деп санамағанын көрсетеді. Яғни таза жандар ешқандай зұлымдық пен күш қолдануды дұрыс деп санамады. Демек, Аллах Тағала да бұл кезде олардың аштығын басу үшін бір шара жасады. Бұл туралы былай жазылған: Хазіреті Джабер радиаллаху анху бұл жорықтың қосымша жағдайларын баяндайды. Ол айтады: теңіз бізге үлкен төбе сияқты балық шығарып тастады. Оны анбар деп атайды. Бұл анбар үлкен балық, оны кит деп атауға болады. Ғұлама Азхари: анбар теңіздегі өте үлкен балық, оның ұзындығы 50 кезге дейін жетеді деді. Хазіреті Джабер радиаллаху анху: біз оның етін жарты ай бойы, ал басқа риуаят бойынша 18 күн немесе 1 ай бойы жедік. Сол жерде тұрған және қайтып келген уақытқа дейін жедік және оның майын денеге жағатынбыз. Сөйтіп аштықтан болған әлсіздік жойылып, денеміз қайтадан бұрынғы қалпына келді деді. Хазіреті Джабер радиаллаху анху: бұл балықтың көздері үлкен-үлкен құмыралар сияқты еді. Біз одан бірнеше құмыра май шығардық және оның денесінің үлкен-үлкен бөліктерін кесіп алдық.
және оның етінің біразын базарларда саттық дейді. Бұл балықтың көзінде отыру туралы екі түрлі риуаят бар. Хазіреті Джабир радиаллаху анху: біз 6 адам балықтың көзінде отырдық. Ал бір риуаятта 30 адамның отыру туралы да айтылады. Хазіреті Абу Убайда оның қабырғаларының бірін, ал басқа риуаят бойынша екі қабырғасын алып, оларды тік қойып, ең ұзын адам Хазіреті Қайысты ең биік түйеге мінгізді де екі қабырғасының арасынан өткізді, және қабырғаларға мүлдем тиген жоқ дейді. Мәдинаға оралу туралы былай жазылған. Хазіреті Джабир радиаллаху анху: біз Мәдинаға келгенде пайғамбарымызға саллаллаху алейхи вассалам бұл балық туралы айттық. Ол: Аллах тағала шығарған ризықты жеңдір, және егер сендерде бірдеңе болса, оның бір бөлігін бізге де жегізіңдер деді. Олардың біреуі пайғамбарымызға саллаллаху алейхи вассалам бір бөлік берді. Ол оны жеді деді. Бұл оқиға осымен аяқталады. Менің тырысқаным бұл тақырып тезірек аяқталып, басқа пәндерге көшу болатын. Бірақ кейбір жаназалар мен шахидтер туралы айтылып қалды. Сондықтан бұл әлі де жалғасады. Ал соңында Меккенің алынуы туралы да айтылады. Бұл әңгіме әлі жалғасуда. Бірақ бүгінде өткен жұма күні Пәкістан мен Үндістан арасындағы соғыс жағдайы туралы айтқанымдай, олардың арасында бейбітшілік пен тыныштық орнау үшін дұға етіңіздер деп айтқым келеді. Өйткені қазіргі кездегі соғыстарда қолданылатын қару-жарақтар қарапайым азаматтарды да өлтіреді, және жаңадан қалыптасып жатқан соғыс жағдайында өлтіріліп жатыр. Сондықтан екі жақта бейбітшілікке келіп, үлкен зияннан құтылсын деп дұға ету керек. Осыған байланысты мына жайтты да есте сақтау керек. Қазіргі кезде әлеуметтік желіде, интернетте немесе электронды ақпарат құралдарында барлық хабарламаларда әркім өте еркін түрде пікір білдіріп, өз қалауы бойынша не айтқысы келсе соны айтады. Бұдан пайда аз, ал зиян көп. Әркім өз атынан пікір айтып, не қалайтынын білдіріп жатады. Ахмадилер мұндайдан аулақ болулар керек. Өйткені бұлай пікір білдірудің пайдасы аз, ал зияны көп. Егер біреу хабар жеткізуді қатты қаласа, онда ол бейбітшілік пен тыныштықтың жолдамасын таратсын. हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने भी अपनी ज़िंदगी के आखिर में जो पैगाम सुलह तस्नीफ़ फरमाई थी, उसमें आपने यही पैगाम दिया था कि अमन और सुलह का पैगाम था. इसलिए इसे हर अहमदी को याद रखना चाहिए और इसी के लिए कोशिश करनी चाहिए. अल्लाह ताला Hazreti уәделенген Мәсих алейхиссалам өз өмірінің соңында Пеғамы Сулх, яғни бейбітшілік жолдамасы атты кітап жазды. Онда да бейбітшілік пен келісімді насихаттайтын жолдама бар. Сондықтан әрбір Ахмади осыны есте сақтап, сол үшін талпынуы керек. Аллах Тағала жазықсыз жандарды зияннан сақтасын. Кейбір ірі күштерді мұны қоздыруға тырысып жатқан сияқты. Олар екі күш соғысып әлсіреуін және өздерінің қару-жарағы сатылуын қалайды. Аллах Тағала олардың да зұлымдығынан сақтасын. Сол сияқты Палестина халқы үшін де дұға етіңіздер. Аллах Тағала олардың да жағдайын жеңілдетіп, өз елдерінде бейбіт өмір сүру мүмкіндігін нәсіп етсін. Бірақ сырттай қарағанда бейбітшілік мүмкіндігі жоқ сияқты. Керісінше оларды қалай болса да сол жерден шығаруға әрекет жасалуда. Және бұған барлық күштер қатысуда. Аллах Тағала мұсылман елдеріне ақыл берсін және оларды біріктірсін. Егер олар біріксе, көптеген мәселелер шешілуі мүмкін. Егер дүниежүзілік соғыс болса, кейбір елдер мен адамдардың біз аман қаламыз деген ойы қате. Бұл бәрін өз құрсауына алады. Сондықтан әркім бұл қате түсініктен аулақ болу керек. Аллах Тағала баршаны қорғасын. Бұдан құтылудың жалғыз жолы, мен үнемі айтқанымдай, Аллах Тағалаға бет бұру. Одан басқа амал, одан басқа жол жоқ. Аллах Тағала бәріне осыған мүмкіндік берсін. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر